Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен королевская ватрушка пирогын жасаймыз. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін YouTube каналыма тіркеліп, подписка жасап, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сливочный майымызды, сары майымызды салып, қолымызбен осылай ұнмен араластырып, крошка жасаймыз. Енді ванилин саламыз, разрыхитель саламыз, сода саламыз, қантымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығы осылай араласып кетуі керек. Песочный тесто болады. Мінекей дайын болды. Енді формамызға саламыз. Менде 24 сантиметрлік форма, пергамент қағаз төселген. Енді соған крошкамыздың жартысын саламыз. Енді начинкасын, салмасын дайындаймыз. Творогымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып араластыратын боламыз. Бұл творогпен істелетін пирог ерекше дәмді. Творогты әсіресе ұнатпайтындар үшін де сүйсініп жеп қояды. Араластырып алдық. Енді үстінен құямыз. Міне осылай салмасын салып алдық. Енді үстіне алып қалған крошкамыздың жартысын осылай үстін бетін жауып шығамыз. Үстінен саламыз тегіс біркелкі етіп. Енді 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Ол әркімнің духовкаларыңызға қарайсыздар, әркімнің духовкасы әрқалай пісіреді. Ватрушкамыз дайын болды, пирогымыз. Міне осылай пісіп шықты. Ортасындағы салмасы да піскен. Тестасы үгітіліп тұр, песочный тесто. Жоп жұмсақ. Көріңіздер, міне күшті, жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше дәмді. Творогпен әсіресе. Творогпен жасалғаннан кейін балаларыңыз сүйсініп жеп қояды. Королевская ватрушка пирогы дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ерекше дәмді. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.